адам деген қай жерде болғысы келетінін көру керек. И қай жерде тұрғанын да білу керек қой өзің. Просто тұрады даған біреулер бағанағыдай, бір неде болғысы келеді, жаңағы дүрбі киіп алады да. Иә, дүрбі киіп алады. Дұрыс айтасың, дүрбі киіп алады. Сөйтіп тағы анау Мадагаскар аралды қарайды. Білем мен болды, осы жаққа барғым келеді дейді. Бірақ өзінің қай жерде тұрғанын білмейді. Өзің қарашы, өзің қай жерде тұрғаныңды білмеген сен бір жерге бара аласың ба? Дүрбі киіп алып құлайсың ғой сен. Иә, жоқ, мүмкін емес қой. Білген сен такси шақырдың да сен қай жерге шақыратынын білмей тұрсың, бірақ баратын жерін білесің. Ойлашы, бір жерге баратын жерің точка Б-ң жазып қойғансың, бірақ өзің қай жерде тұрғанын білмейсің адресіңді. Сен барамайсың ғой никогда. И сол үшін өзің тұрған жерінде де бүйтіп андай по факту қарай алу керек та. Мен кіммін, қай жердемін конкретно, мен қолымда не бар қазір, типа. И осымен мен не істей аламын ары қарай? Екінші вопрос ше. Мен осымен мен не істей аламын дәл қазір тұрған жағдайыммен, дәл қазіргі табысыммен, қазіргі телефоныммен осы. Не істей аламын мен қазір? И кетті. Соған қолыңда не бар? Сонымен әрекет істеп бастасаң жайлап бағанағы цель